Қырымның эсас вақайлары ақта тариф етмеге азырмы. Студияда мен Султания Истакаева чалышам, хайрлы ақшамлар. Алушта көйлерінде яшайыш шарайеті насыл денішті. Белая эко микрорайонына маршрутка кірмей. Таврида трассасында асфальтның финиш қатты тошелді. Сергей Аксенов Крым акимиетінде олажақ миқязлы дінішівлер аққында 2 автодан сон тариф етежек. Октябрь 16 күні Девлет Шурасының сессиясында о Жумхуриет акимиетінің структурасыны векележек 5 еллық әрекетлер планını тақдим етежек. Шымды акимиет органлары іштің кейфиетіне вес семерлігіне әрбір севейде қимет кесіле. Емді кадрлар резерві тәшкіл олына. Крым елбашчысы Русияның ең яқшы регионларының мисалini назарға алып, әрбір идаренің вевезірлікнің программасы тізілежек деп қошты. Понимаем, что необходимо сделать. Каждый день с утра перетряхиваем структуру всех исполнительных органов власти, подведомственных учреждений, советов депутатов региональных властей, Государственного совета Республики Крым. Однозначно, то есть, смотрим на качество действий, качество, результативность работы каждого органа власти, оцениваем нагрузку на каждое должностное лицо, формируем резерв кадровый для замены на вакантные должности, готовимся к конкурсу, который будет проведен в муниципальных образованиях на замещение должности глав администрации, это исполнительной власти. Поверьте, очень кропотливый, тщательный подход. Ахмеджетте Крым Девлет Шурасының президиум топлашывы олып кечті. Күн мевзусында 2019 сененің 4-ші кварталында 2-ші кере чағырылған президиумның иш планы олды. Крым Жумхуриеті Девлет Шурасы рейсінің 1-ші муавины Ефим Фиксінің сөздеріне көре 2-ші кере чағырылған мебуслар корпусы өз ішіні бұтынле яны темі сайфеден башламай. Евелка акимиет оларны толу шекілде қануни базанен темен етті. Топлашуның мақсады қоланыла білген амелиятның талелені тешкіл етмектір. Сонра есе бұны Крым ве оның сәкендері үшін қоланымақтыр. В связи с этим одним из основных направлений деятельности комитетов Государственного совета Республики Крым предлагается изучение практики применения закона в Республике Крым и прежде всего о закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения, об особенностях регулирования имущественных земельных отношений на территории Крыма, об организации обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым, о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым, о здравоохранении в Республике Крым, о мерах социальной поддержки отдельной категории граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым, и целого ряда других законодательных актов, которые у нас приняты, и нам необходимо посмотреть, как они реализуются на практике и какова эффективность принятых нами законов. Владимир Константинов қайдеткені кебі акимиет шекіленовының девірі да екунленмеді. Бұ октябрның сонына девам етежек. 16 числа у нас будет неочередное пленарное заседание, пока на этот срок мы планируем. На нем будет выступление главы республики и представление своей программы на ближайшие 5 лет. Это очень важный документ. На основании уже этого документа будут формировать свои же программы профильные министры, которые будут назначены на министерство. С этими же программами придут и вице-премьеры, которые должны четко понимать свою миссию на ближайшие 5 лет. Алушта мемориетінің елбашчысы Галина Огнева истифаға кетті. Оның сөзлеріне көре, бұл оның істегі қадын бұл вазифені 2,5 ел бежерді. Сабық елбашчы Алушта шер мемориетінің башы вазифесіне кечірілежек конкурста іштірак ете білежегіні қайдетті. 2020 елінің екене девлет имтианларында дінішмелер олмайжақ. Бұл ақта Ахмеджетте кечкен матбуат конференция девамында тасил везірі Наталья Гончарова білдірді. Мұтлақа тапшырылажақ фен тек 2 дане олажақ. Борус тілі ве математика. Қалғанлары есе талебелерінің істегі бойынша сетчележек. Имтианлар кечірілівінің қайделері евелкі кебі қалажақ. Қырымның тасил мүселеріндегі векілерінен Коришов ачық субет форматында кечті. Топланғанлар тасил саасында олған эпосы суаллеріні беріп олдылар. Бұл оджанан ихтисаси кефиетті зиманеви мектеплер ве яста тәтелі вақтында талебелерінің ратланывы кебі меселелер олды.
С одной стороны, законодательство позволяет, но с другой стороны, к сожалению, далеко не все работодатели готовы нести серьезнейшую ответственность, если у них на работе будет несовершеннолетний. Но, тем не менее, в Крыму этот вопрос, я считаю, более-менее урегулирован, потому что Центр занятости сегодня предлагает несовершеннолетним достаточно большое количество наименований профессий. Ахмеджетте Крым парламентінің елбасшысы Владимир Константинов Америка Қошма Штатлары ве Европа бірлігінің аза девлетлері Джемат әрбаплары группасының көрішті. Четел мұсафірлерінің келу мақсады Крымда реал вазиетні көрмектір. Юрий Гемпель қайдеткеніне көре конкрет әрекетлер бақмақ керек. Бұл себептен біздің дипломатларымыз алынмалардан тәртіп етілген мәлуматны тақдим еттілер. Мевзу миротворец веб-сайтының фаалиеті. Я уверен в том, что этот материал будет основополагающим в нашей работе, и мы перейдем от обычной подачи информации к более наступательным и решительным действиям народных дипломатов в области защиты прав человека в Республике Крым и снятия санкций с Российской Федерации. Владимир Константинов қайдеткеніне көре Украина тарафындан провокациялар арды сыраула еркін біз мәлумат бозып көстерілуіні көзетеміз. К сожалению, мы живем не в мире журналистики, а в мире информационных технологий. Искажение правды колоссальное, настолько, что... Ветек халық дипломатиясы бізні құртарар деп екін чекті. Норвегияда халық дипломатиясы тешкелятының ребері Хедрик Веберінің сөзлеріне көре, четел газеталар аляда Крым запт етілгені аққында язалар. Иш адамы өзі есе башқа фікірде. Мы поддерживаем то, о чем говорил Юрий Гемпель, о перспективах и народной дипломатии. Мы представляем здесь различные страны, поэтому надеемся, что все вместе сможем достичь определенных успехов. Четел сәкені ярымада да эвел болынған еді, бұл сефер бош қолмен келмеді. Дипломат жемхуриетке бағышланған китапны кетірді. Анда 2014 сенесінден бүгінгі күнгеже Крымдаки вазиет ақында тариф етілі. Ейет Крымда октябрның 6-сына болынажақ. Алушта живарында ерлешкен көйлерде канализация кечірілежек ве евлер су бұруларына қошылажақ. Бұл ақта Devlet Milletler Ара комитетінің чыққыш топлашуында белі олды. Тавсилатлар біздім левхамызда. Внизу получается, да? Внизу забьют. Поэтому, если сверху, то оно нормально. Devlet Milletler Ара комитеті тешкірівіні юқарышыма көйінден башлады. Мында ерлі сакин осиевіне насыл етіп сув көтергеніні көстере. Денізге ве ажайыбдағыларға яқын ерлешкеніне бақмадан юқарышыма көйінің сакинлері қиналып яшайлар. Енді 20 елдан зияде оларының евлеріне сув бөле шлангалардан етіп келе. До моего дома 200 метров вода течет по шлангу. Следующий дом 300 метров. Эса сув борусыны тап совет дәвірінде ерлештірген еділер шымды ондан евлерге шлангаларнен сув еткезіле. Ондан соғақлар бойы борулар ерлештірілді. Ама оларға қошылмақ үшін сәкинлерінің рұқсет берген весиқалары жоқ. Оның үшін адамлар өз евлерінен сув кетірілуіні тешкілетелер. В этом году уже подписан приказ министерства о передаче этих сетей нам хозяйственное ведение. Devlet Milletler Ара комитетінде айтқанларына көре, бұл сене бірінші екі соқақны сувға қошмаға 2020 елы исе бұттың қасабаны сувнен темин етмеге планаштыралар. Көйге газ кечірілуі меселесі де көтерілді. Мы со своей стороны, как государственный комитет, берем данную ситуацию на контроль подлично и будем заниматься до полного решения проблемы. Бұл есенді көрбек қою ерлі ятақханеде яқын вақытта канализация құрылығы башланажақ. Бұндан да ғайры капиталь тамир, яни электрик теллер денештірілігі ве бинаның оқ тарафының тамираты да планаштырыла. Devlet Milletler Ара комитетінде қайдеткенлеріне көре бинаға ятақхане статусы берілген сон, епсі ішлеріні бежірмеге мүмкін олажақ. Мемурлар қайдеткенлері кібі меркези канализацион системасы ятақханеге октябрның 31-не қадар кечірілежек. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичон. Бақчисарай районының железнодорожная көйіндекі ятақханені эксплуатацияға тапшырдылар. Екі қатлы бинада капиталь тамир ішлер 4 ай ішінде екөнленді. Мұхберлеріміз құрыжа шіркетінің тезлігіне қимет кесті ве бақтлы сәкенлерінен сүбетлештілер. Это вот у нас был такой фасад. Снимали штукатурку все. Бақчисарай районы железнодорожная көйінің сәкелері оларының ятақханесі ярым ел әвелесі насыл алда олғаныны көстерелер. Да, это коридорная. Да. Татьяна Шевцова ятақханеде 32 елдан берлі яшай, қадын хатырлай. Олар ер вақыт тамир ішлеріні өз параларына кечіре еділер. Ремонта здесь не было никакого. Абсолютно. Ну, велили сами, там могли сами покрасить, все вот такое.
Завал был полнейший. Наталья Кнурова умур аркадашынен ве 6 баласынен Тамиргеже бір кичик одада яшай эдилер. Тамирден сон оларға бір качода айырдылар. Это наша тут кухня. Вот. Еще одна детская. Вот это мальчики тут. Вот тут кухня отдельная, туалет, ванна. Шмелева соқағында ерлешкен бұл ятақханеде 17 қоранта яшай. Дұртай дывамында олардың яшай шарайты бүтінлей денішті. Құружилық ішлері майыс айында башланды. Сентябрь айында исе бинаны эксплуатацияға кірсеттілер. Түш қызметшілер темел қойдылар бинанын оқ көрінішіні тамирледілер. Ятақханенің ичі бүтінлей денішті. Эпсі сәкелерге яны қапу пенжерелер қойылды. Должны были окончить они в конце октября. Они работали очень хорошо, и 5 сентября они закончили. Бұл елдің сонuna да 5 объект тапшырылacak деп сөз берелер мескен коммуналь ходжалықта. Айырылған малияның умуми көлемі 55 миллион рублені тәшкіл етежек. Данный объем в последующие годы дополнится новыми объектами по мере разработки администрациями муниципальных образований проектно-сметной документации и получения заключения экспертизы на капитальный ремонт общежитий. Келечек 2 ел девамында везірлік да 20 ятақханені тамир етмеге план тызды. Бұл ішлерінің умуми фияты 140 миллион рублені тәшкіл етежек. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Эльдар Заитов, Милет үшін. Бір елдан сон Русияда әлі жетвелге алы башлайжақлар ве бұна қарарынан 90 миллион рубле масраф етілежек. Бұл ақта матбуат конференциясы девамында Қырым статистика қызметінің ребері Ольга Балдина хабер етті. Русия тарихында 12 жетвелге алув 2020 сенесі октябрның бірінден 31-не қадар кешежек. Эсас диққат яны технологиялар қоланылуына доғыртылажақ. Ішке жетвелге алувжылар желп етілуінен бір сырада госуслуги сайтында онлайн анкета ярдымынен суалер жива бермеге мүмкін олacak. Идареде қайд еткенлеріне көре, бір хадим елде еткен малюматыны планшетке кірсетежек. Емді суаллерінің кәғыт варианты резерв оларақ қалajak. Бұндан дағары межгуллік ве ішсізлік аққында суаллер қошылajak. Крымстат идаресінде соралған адам істеген суаліне жива бермеге ред ете біле деп қайд етелер. Основная мотивация у статистиков – это все-таки дать достоверные данные о численности населения, о ее национальном составе. И я подчеркиваю, что ряд вопросов переписи населения, они носят уникальный характер, они больше нигде, ни в каких обследованиях не изучаются. Yollar ярамай оғаны себебінден Ахмеджетнің ана юрт 2 микрорайонында сәкенлері нақлиетсіз қалдылар. Ерлі сәкенлер айтқаны кебі тамир ішлері мұнда 30 елдан зияде кечірілмеді. Коммунальшіклер жевап оларақ соқақ реестрде жоқ деп мектуплер язалар. Бұл меселе ақында біз зімлевхамыз. Ташлар ве чуқурларны кечіп, кечкене балаларнен арабачықта ана юрт 2 хасабасының сакинлері күн бөле yollarından тюкянға яда илячханеге қатмаға мечбурлар. После дождей все размывает. Проехать ни на машине, ни на коляске невозможно. Вот, посмотрите, как мы едем. Мы колеса в разные стороны. Ярамай yollar себебінден ана юрт 2 хасабасында енді жемат нақлиеті юрмей қалды. 102 номералы маршрут енді бір қач айдан берлі дурақ янына келмей. Сколько раз было, что маршрутка разворачивается на трассе и уезжает. Мы через лесополку выбегали, тормозили, с 2 детьми и в садик бежали. Ерлі сәкенлер акимиетке ве коммуналь қызметлерге мұрajat еттілер. Елерінде бір десте мектуп ве бір реджаға бір жевап. Жемат нақлиетінің дұрағы ерлешкен победы жадесі соқағы Ахмеджет балансында дегіл. Реестрде ойық. Дорога вообще не ремонтирует. Асфальт есть, оказывается, в городском балансе она не стоит. Как тогда асфальт положили, я вот это не пойму. Что за это цирк, тоже непонятно. Ну вот как еще им обратиться, вот, на каком языке, тоже не знаю. Вот. Ана юрт 2 мекен массивы тап 9-шы сенелері пейда олды. Оның иелесі 1000 адамнен зияде. 30 елда yollar мұнда ичте тамыр етілмеді. Это еще со времен Украины вот мы требуем, потому что она не ремонтировала. Вот она как один раз проложилась, ее больше никогда никто не ремонтировал. Шымды ерлі сәкенлер соқақ реестрге көстірілмесі için имзаларыны топламаға ниет етелер. Sonra есе тамир ішлеріні талап етежеклер. Эльмас Аблакимова, Герай Абдулаев, Милет için.
Таврида yolunun 3-нче басамағында асфальтның финиш қаты тошелі башланды. Оның қалынлығы 5 см. Ишлер Ислам Терек районының Челеби Элі Кою районында башланды. Бұл вақытта Құруже шirketінің матбуат катибі Григорий Назаров хабер етті. 3-нче қат ярамай авадан қорчалайыжақ ве машиналарының көпчеклері гүзелжі япышмасыны тәмин етежек. Трасса бойынша асфальт тошелігі бұтынли 2020 сенесі сентябрь айында екінленежек. Біз Таврида трассасының 2-нче басамағында трассаның 50 км қысмында асфальтның финиш қатыны тошы бітірдік ве 3-нче басамаққа кечтік. Шымды ішлер пролом койының янында алып барыла, басамақның ұзынлығы 35,5 км. Бүгінгі күнде енді 17,5 км төшелді. Яны Кучук-Кой қасабасында телерадиопрограммалар яйынлавында технологик тенефюслер планлаштырыла. РТС станциясында ишлер октябрьнен 2-сінден 9-на 3 иш күні саба саат 9-дан ақшам 5-ке девам етежек. Замандашлар сымалары адлы Сергей Исмаил Гаспринский адына китапханесінде açılды. Оның мүелефі Қырымда нам қазанған ресам Халил Мемедляев олды. Тедбірні қартлар күні ве ейлік севгі ве бір-біріні аңлав күнінен бағладылар. Китапхане хадимлерінің сөзлеріне көре устаның esas мақсады әрбір іште инсанларға ейлік ве тебесум бағышламақтыр. Сергей енді бұлі бір güzel мерақнен bizim оқучыларымыздың қаршыланып алына. Çünkü білесіз, әрбір ресімінде әрбір қарт olsun, бита olsun, өз анасына, өз бабасына көре. Мұны қартларға бағышлаймын. О қартлардың ішінде көбісі менің doğmuşlarım, көбісілері біздің білген кішілеріміз, көрген кішілер мына ауырлықны, құтлықны, епсі шөшілеріні кешіп келгенлер. Бүгінгі кеші Аллаларға саулық берсін. Сергіде ресамны сонки ярым ел девамында яратқан эсерлері тақдим етілді. Ресімлерді ембелі Қырым татар әрбапларының емді әди қартларының сымаларыны көрмеге мүмкін. Бұл инсанлар да өз яқынлары үшін қараманлардыр. Сергі açılуына ресамның ішдешлері, достлары, яқынлары ве артистлер келді. Портретлер пек мерақлы. Анда тек адам безі ошатмақ дегелді. Оны арт фон дейік, арт тарафында өлі бір ішлеп чыға, оны портретін алсаң да, артта бір манзараны көресің. Артынан о портретін бірлештіріп, өлі бір мерақлы есерлер яратты. Қайырлаймын доған күннен ve ұзақ өмірлер мен оны тілеймін. Бүгінге бұл эпісі хаберлер Милет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.